Баршаңызға сәлем достар. Бүгін менің каналымда влог болатын болады. Бүгін бір адамның туған күні. Егер де кім екенін бірден тапсаңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер. Ал қазір мен туған күн иесінің атын айтатын боламын. Ол бізде Айша. Егер де тапсаңыздар, комментарияға жаза кетіңіздер, кім тапты. Және де бүгін сол Айшаның туған күніне баратын боламыз. Сондықтан Айшаның туған күніне бірге дайындалайық. Алайда видеоны бастамас бұрын комментария жазып, лайк басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, мен шашымды уже жасап қойдым, осындай прическа етіп. Бұл бізде Малика. Осындай прическа. Жан жақтарын мен келмен өстіп жабыстырып қойдым, ал қалған жерін өстіп жіберіп қойдым. Мына жерде менде осындай крабик бар, бірақ бұл жерде сіздерге көрінбей тұр. Өзіме де көрінбей тұр, қалай шыққаны. Ал енді үстіме не кетімді көрсететін боламын. Бізде бірінші осындай қара түстегі футболка. Ал астыма спортивный киінетін боламын. Өйткені біз кинорумға баратын боламыз. Кино көреміз, тамақ жейміз, ол жеке комната болады. Сондықтан ыңғайлы болу үшін жатып көреміз кино. Сол себепті ыңғайлы болу үшін мен спортивный спорттық киім киейін деп жатырмын. Бұл бізде осындай футболка. Ал астыма штаны кетіп боламын. Қазір оны сіздерге айнадан толықтай көрсететін боламын. Және де міндетті түрде өзімен бірге осындай сумканы киіп аламын. Онымен қоса осындай қара курткамды кетіп боламын. Менде осындай кішкентай түріндегі гель. Бұны мен өсіп шашыма жауып шығамын. Осы жерлерім шығып кетіпті, бұны қайтадан өстіп жағатын боламын. Болды, дайын. Бұны жан жақтарын енді қолмен үстіп шығамын. Міне достар, осымен қазір сіздерге толықтай образымды көрсететін боламын. Менде осындай куртка. Сумкамды киіп алдым. Және де міне енді қазір аяғыма не кисем деп ойлап тұрмын. Аяғыма кроссовка кисем ба, или қара ботинкамды кисем ба деп тұрмын. Міне достар, біз Малика екеуміз шықты. Малика. Қазір енді Малика екеуміз автобуспен барамыз. Сағат бізде 4-тен 15-16 кетті. Бізді 5-ке шақырған болатын, бірақ біз почти кешігіп барамыз. Міне достар, Малика екеуміз автобустан түстік. Енді негізі біз бәріміз сағат 5-те шығуымыз керек болатын. Бірақ қазір бізде 5-тен 30 кетіп қалды. Ал Айша, Сымбат, Алима және Дарьян бәрі жетіп алды. Только Бота, Ғайни, Малика мен төртеуміз әлі жетпедік. Олар Ғайни мен Боталар басқа жерден, біз басқа жерден келе жатырмыз. Енді міне қазір 5 минуттан кейін уже жүрдік қой почти. Біз келдік. Мынандай кішкентай жерде olmamыз қиын. Қазір Алималар уже келген шығар. Достар, біз келдік. Достар, біз келдік. Өшеде Алимжан, Сымбат, Алима. Осында жерде отырамыз. Міне достар, біз қазір Айшаны құттықтайын деп отырмыз. Короче, Айша, всем как хотела, кофточку синюю, здесь шоколады. Ошыр. Так что...
Мына біздің артымыздан екіншісі тоже иә вишлистімнен ой армандап жүрген прям ашайын ба? Диордан ең алып сатып маған. рахмет На, киіп көрсей. Қаражат болып тұттық па? Кездесуіміз. Бізде аяқ астынан алып алып. Бізде мен аяғын алып алдым. ана неге бар золотой яблокоға барып алып ғой күшті мектепке киіп алсай Сол мектеп үшін алды ғой. рахмет аружан туған күні Анам сол. Главный көңілде өзім. спайдермен Өзім жинап. молодец қазір торт ашамыз Пандорадан қатпаштым. Насчет ты ашқан жоқсың. Айшаны құттықтап подаркаларын беріп болған соң бәріміз бірге қорқынышты бірдеңе көргіміз келді. Сол себепті дәстүр подкастын көреміз деп шештік. Дәстүр подкастын көріп болған соң тағы да бір қорқынышты фильм көрейік деп шештік. Сол себепті вампирлар туралы көрдік. Достар, біз что пицца суши келгенше. Мен Торт жейінде отырмыз. Айша басысың да? Ой, мен түсірмендер. Кремін ғана жедім. санайда. О, достар. Қаланар бар. Пицца мен суши келді ма? Ой, бір ет. Қатып қалған ғой. Нет, нормально. Да, может, бай, наша Ашан, И даже это суши болды әңгіме айтып, ойын ойнап, телевизорда. телевизоры музыка қосып. Менде. Братья, дышать не забывайте, дышать. Стакан жоқ па сонда? Не, стакан жоқ. Оңай. Мен білмесем, ұят шығар. Эй, это уже... Видеодан көріп тұрғандарыңыздай өстіп бәріміз қызықты уақыт өткіздірдік, бірақ авторская права болғандықтан кейбір өлеңдердің дауысын өшіріп тастауға тура келді. Все такие богатые, а ты такая. Ты даже за меня, потом... Это ты такая нашла, и рядом с тобой шли, ты что мне
Достар, біз міне жинап жатырмыз, өйткені біздің уақытымыз болды, уже уақытымыз бітті. Енді уақытымыз біткен соң бәріміз жинап жатырмыз. Bir-birimiz yağıttan dostlar mine. Достар, шықтық, наконец-то. Бәріміздің қолымызда бір пиццадан. Енді Малика екеуміз автобуспен қалай пицца көтеретінімізді. Қалай шамыз? Үй жындымыз. Ойбай. Болды, қыздар енді кеттік. Karasay bize dostlar kumde. Өсіп тығып ал, мынаның жан-жағына. Не, картон ғой, қарасай. Жоқ. Эй, өсіп тығып алсай деймін. Ana maki görmüyor. Ашылмай. Қай жерде жүрміз біз, достар? Biz avtobuspен кетеміз, мамамдар бізде қонаққа кеткен бүгін. Сондықтан үйде ешкім жоқ, өзіміз қайтуға тура келіп тұр. Әлемдегі бәр жақсы киім аспанда қаншасыз бар сонша аталы. Алла осы тілектердің бәрі Алланың құлағына салып. Аржан. Ютубта миллион подписчик. Жоқ, главный золотая кнопка. Миллион ғой? Да. Давай. Мен ма? Сен де жем. Аша туғаныңмен құтты болсын. Денің сау болсын. Ата-анаңның сүйікті Бір әнінен жіберейік. сүйікті мақтаныш қызы болып жүре бер. Барлық айтып отқандай алтын және де бриллиант кнопка ала бер. Денің сау болсын, сабағында жақсы оқы. Неме күліп отырсыңдар еді, тыңдамайсың ғой? Мүмкін құтты болсын, әрқашан осылай күліп ойнап жүріңдер. Осылай 5 жасында. Біз астынан түскеннен кейін автобусқа отырамыз. Остановкада. Бәріміз астынан түскелі жатырмыз. Айша да, Аружан да, Бота, Сымбат, Малика, мен, Дария бар. Жүріңдер. Автобус күтіп тұрмыз. Достар, біз не автобустан түстік. Алима мен Сымбат, Дария үшеуі бөлек кетті. Біз автобустан түсіп қалдық, олар ары қарай кетті. Енді біз екінші автобусқа отыратын боламыз. Сағат қанша, Малика? Сколько время? Сағат қанша? 9:30. Онда жетеміз. Міне достар, біз осындай қараңғы көшемен, өзіміздің көшемізбен автобустан енді түсіп, көшемен келе жатырмыз. Үйде мамамдар әлі келмепті. Малика екеуміз кіретін боламыз жалғыз. Сағат бізде қанша болды, Малика? Сағат қанша? 10:30. Достар, осымен біз үйге наконец-то келдік. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Лайк басып, комментарий қалдыруды және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар.